Қазақта бір жақсы сөз бар. Шамаңа қарай шалқай, ебіңе қарап еңкей деген. Енді өздерінің жағдайларына байланысты қарсы алып жатыр. Енді Қазақстандағы біздің қарсы алуымыз деген енді ол бір қазақтың жігіті менен қызы жібегімен төлеген шекарадан өтіпті деп алғаш қорғастан бері өткен кездерді білмей отырғанменен кейіннен дүркіреп қарсы алды десем болады екен. Видеода менің көргенім, енді жайына ертіп келіп есікті ашып ақсақалды өстіріп жатыр, оның артынан қуат барып тұр, одан адамдар қарсы алып жатыр. Может, кейінгі кездерде басқадай да жағдайлар болатын шығар. Ол обстановка көргенім, мен Қазақстанда халық жақсы тұрады деген сөзіме мен бұл жерде куәгерді бола кетуім керек. Керемет қазақша киінген, керемет аттың үстіне көк жауып қарсы алған адамдар бізде көп болды. Бұлардың өзінің қарсы алысын, әне қазір менің сөзім растау үшін историядан қарап өтіңіздер.